Қайырлы күн, құрметті математика сүйер қауым. Мен сіздермен бірге Әли. Сабағымызға қош келдіңіздер. Сабағыма. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы векторлық кеңістіктің ішкі кеңістік байланыс сызықтық тәуелділік деген тақырыбы. Сабақтың мақсатына көшейік. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты ішкі кеңістік туралы түсінік қалыптастырамыз. Сызықтық тәуелсіз екенін дәлелдеп үйрену, және байланысты анықтап үйренетін боламыз. Енді ішкі кеңістік дегеніміз не? Бізде ішкі кеңістік дегеніміз бізде кеңістіктің ішкі жиыны деп қарастыратын боламыз. Бізде белгілі бір жиын берілген. Сол жиын аясында бізде векторларды қосып көбейтетін кеңістікті ішкі кеңістік деп аталады. Мысалы бізде қандай бір кеңістік берілсін, мысалға x, y бойынша. Мысалға x 0-ден үлкен, y 0-ден үлкен болсын. Ішкі кеңістік шарт орындау үшін бізде векторларды қосып көбейту амалдары сол вектордың ішінде орындау керек. Яғни ол сыртқа шығып кетпеу керек. Яғни бізде мысал, жаңағындай x 0-ден үлкен, y 0-ден үлкен деген жазықтықты қарастырайық. R екі дейді. Егер біздің бірінші жағдай бізде -1 векторын көбейтетін болса, бізде -1, яғни біздің векторымыз басқа жаққа ауысып кетті, бағыты, өйткені бұл ішкі кеңістік шартын бұзады. Енді біз үшінші квадратты бірінші квадратын болса, онда бізде мына шарт онда орындалады. Жалпы сол. Бізде кеңістікте отқанымыз кез келген матрица векторға кез келген операция орындаған кезде ол біздің кеңістік аймағынан шығып кетпеу керек. Және де ол нөлдік вектор арқылы өту керек кеңістігіміз. Жалпы қарапайым тілмен айтқанда бізде жазықтық берілсін, мысалы қағаз болсын, қағаз. Біз қағаздың ішінде кез келген векторларды қосып азайтып көбейтсек болады. Ең басты шарт ол 0-ден өту керек, біздің мысалы парағымыз. Жазықтықты парақ деп есептейік. Және де сол ішіндегі векторлық операция бар, ол сол парақтан шығып кетпеу керек. Жалпы сол қарапайым мысал. Жалпы түсінікті деп ойлаймын. Енді келесі баған кеңістік деп аталады. Бізде мынандай өткен теңдеу, сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесінде біз v векторын табу үшін қандай x v вектор біздің теңдеуімізді түрлендірген кезде матрицамызды ол v вектор беру керек. V вектор табу үшін біз қандай да x вектордың мәнін табуымыз керек. Бұл жерде дәл солай біз кішкене соның құрылымына мән беріп отырмыз. Біз оны осылай қосындылар арқылы жіктейткенбіз. Мынаны біз қосынды арқылы жіктейткенбіз. Яғни бұл нені білдіреді? Яғни біздің векторымыз қаншалықты матрица бойынша алатын болса, баған векторы. Біздің баған векторларымыз қаншалықты созылады, қаншалықты азаяды. Сол созылып арқылы біздің векторға қосылғаннан кейін екі вектор қосу арқылы үшінші вектор қалай табамыз. Сол туралы болмақ баған кеңістігі. Және баған кеңістігі келесі сұраққа жауап береді, яғни біздің теңдеудің шешімі бар ма, жоқ па деген. Егер теңдеуіміз нөлдік вектордан өтпейтін болса, онда біздің теңдеу шешіміміз жоқ. Егер біздің баған кеңістігіміз нөлдік вектордан өтетін болса, бізде яғни шешім бар деген сөз. Мынау енді жаңағы вектордың иллюстрациясы. Бізде міне координаты қарасайық, бізде мынау біздің бірінші векторымыз, мынау екінші баған векторымыз. Бұл екі фигура вектор. Сол жазықтығымыз егер түрлендіргенде ол сығылу керек жаңағы бір v векторына. Сол қандай вектор арқылы ол сығылатын болатын көрсету. Баған кеңістігі сол теңдеудің шешімі бар ма, шешімі жоқ па деген сұраққа жауап беретін
кеңістік, сол баған кеңістігі. Ал бізде аксиома бар. Бұл жерде біз x вектор a дейтін жаңағы бастапқы матрица, c деген көбейтінді біз соны созу арқылы біз соның с вектор екеуі тең болады. Мысалы біз x мәндік, мысалы x векторды, мысалы біз табатын x векторды қанша созсақ та b вектор сондай созылады екен. Ол бізде сондай аксиома бар, қарастырылған. Енді келесі нөлдік вектор жаңа баған векторына ұқсайды, бірақ бізде біздің табатын түбірдің векторы, x векторы түрленген кезде біздің жазықтығымыз не нүктеге, не түзуге сығылу керек, және нөлге айналу. Сол шартты нөлдік кеңістік аталады. Бізде нөлдік кеңістікте қандай сұраққа жауап береді? Ол яғни біздің шешіміз шексіз ба, шешіміз әлде шек бар ма деген сөз. Қай кезде шексіз болады? Яғни біздің векторымыз нөлден өтпесе. Нөлден өтпейді ол. Егер векторымыз нөлден өтпейтін болса, онда бізде вектордың несі бір шешім болады да, егер бізде нөлдік неден өтетін болса, онда бізде шексіз көп шешім бар деген сөз. Біз оны сол вектор әсер ету арқылы біз оны сығалауға болады. Нөлдік кеңістіктен сол. Енді сызықтық тәуелділік деп аталады. Сызықтық тәуелділік дегеніміз, сол бізде матрица берілсін. Біз матрица арқылы оның жаңағыдай шешімі бар жоқтығын анықтайтын тағы бір құрал. Егер біздің матрицамызда баған векторы бір вектор екінші вектор арқылы түрленеме. Мысал ретінде міне жерде сызықтық тәуелділік бар, өйткені екінші вектор бірінші вектордың үшеселенген түрі. Мынау векторда сызықтық тәуелділік бар. Сызықтық тәуелділік дегеніміз, егер матрицаларымыз, векторларымыз әртүрлі болса, оны тәуелсіз. Егер біздің матрицамыз әшейін не болса, мысалы түзу болса, онда бізде сызықтық тәуелділік бар деген сөз. Өйткені біз бір баған вектор арқылы екінші баған векторын түрлендіріп көбейту, қосу арқылы. Жалпы сол сызықтық тәуелділік аталады. Бізде базис деген бар. Базис дегеніміз бізде вектор берген қандай да сызықтық кеңістікте біздің мақсатымыз гаусстық түрлендіру арқылы, сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесінде естеріңізде болса, сол кезде біз сатылу күйінде біз матрицаларымыз келтірген болатынбыз. Яғни сол матрицаларымыздың кейбір векторлары нөлге айналып кетеді. Нөлге айналып кеткен вектор біз есептемейтін едік. Ал базис дегеніміз сол гаусстық түрлендіруден кейін нөлге айналмайтын нөлдік емес векторлардың саны. Яғни сол векторлар біздің теңдеудің негізін шешім беретін біздің базистік векторлар. Қысқа ол жерде тәуелділік, тәуелсіздік деген шарт бар. Яғни бізде нөлге айналатын векторлар көбіне сол тәуелді векторлар. Егер көп векторымыз нөлге айналса, ол жерде бізде сызықтық тәуелділік бар деген сөз. Егер біз ешқайсысы нөлге айналмаса, онда вектордың арасында тәуелділік жоқ деген сөз. Жалпы сол базис соны анықтайды. Енді келесі видеода біз осы теорияларды қолдана отырып практикалық есептерді шығаратын боламыз.